Сәлем, құрметті достар, мен сіздерге Шерхан Мұртазаның «Жұлдыз көпірі, Қыл көпір» атты шығармасынан үзінді оқып бермекшімін. Рысқұловтың ояна кетіп, бауырына тығылып жатқан Наташаның шасын сипады. Төсектен төмен қарай алтын толқын суылдай төгіліп тұр екен. Рысқұлов басын жастықтан жұлып алып, төсектен төмен сауылдай төгілген алтын толқынға сұқтана қарады. Мұншама баға жетпес қазына түні бойы құшағында жатқанына бір реттен пендешілік жүректен мақтанып, насаттанып та қалды. Арты жақсылық болғай, насырға шаппаса екен деп күдік те қылаң берді. Дар төсекте екі адам еркін симай, Рысқұловтың оң қолы көрпе сыртында ашық қалған екен. Суық қармап зіл тартып тұр. Оны елегісі келмесе де жанға әжептәуір батқанын байқады. Сол ауырсынған қолымен Наташаның сусыған шашымен ойнап жатып, келіншектің кішкене сүйкімді құлағының ұшындағы бұрыштай бриллианты бар алтын сырғаға көзі түсті. Құшағында жатқан бай әйел, басқарып отырғаны ашыққан кедей ел, қырылып жатқан қаншама. Тағдыр Рысқұловқа дүниенің ой-хой қызығын там-тұмдап қана бұйыртқан. Тұңғыш рет көңілі сүйген сұлу әйел құшағында жатқанын өзін көпсінгендей, Рысқұловты ашаршылық айбыны өкшелей іздеп, қызықты түннің іргесін тінтіп ашып, жалаң сайысқа шақырып тұр. Бриллиант еске соны салды. Наташаның арайлы көркіне сүйсіне қараса да, көңілін бір көлеңкелей береді. Екеуінің қосылуы заңды, некелі болса да, осы қызық опасыз аз күн дәурен сияқты көрінеді. Көкейіне шымырлатып, көкала үйрек қанатын сүйреп, ұшады-ау Билікөлден түйдек деген ән оралады. Әшіркүл Зейнеп, отырмын сөйлеп, бұл қызық өтер кетер, ой деп бүй деп. Наташа баяғыда Рысқұловқа аспандағы жұлдыздардың біріндей көрінетін. Оны аңсау, армандау болды, ал жетемін деп сене бермейтін. Сол жұлдыз Рысқұловтың қолына өзі келіп қонды. Бәрі тым оңай, тым жеңіл шешілген сияқты. Рысқұлов өзінің 20-дан енді асқан ғұмырының ішінде ешқашан да оңай жеңіске жетіп көрген емес. Жеңістерге жететін, бірақ сол жолда аяусыз тер төгетін, тіпті басын оққа байлаған кездері де болған. Жеңістің дәмі ылғи да тәтті ғана емес, кермекте келетінін Рысқұлов жақсы біледі. Жақсы білетіндіктен де мына қойнында жатқан ғажайып қазына ұйқыда бір көрген тәтті түс сияқты ғайып болатын сияқты көрінеді. Және бұл екеуінің қосылуы әзірше жалпақ елге жариясыз, жасырындау. Рас, Рысқұлов өзінің үйленетін жөнінде крайком мен Туркцектің құлақтандырған, ал той жасамады. Жасамағаны сараңдығы емес, кезең сондай еді. Ел аштан қырылып жатқанда, бұл асыр-тасыр той жасап жатса, оба кезіндегі мереке
сияқты болар еді де. Осы таяуда председатель Кушекин төтенше комиссар Кобозевтің Москвадан келу құрметіне деп қонақасы бергізді. Дастарханға қымбат коньяк, алқалы шарап, қырғауыл еті, тіпті бөдененің етіне дейін қойылыпты. Кушекин бар және біраз жолдастар, тіпті бейбітшілік, молшылықтың теңізінде малтығандай ақ түйенің қарны жарылғандай мамыражай. Рысқұлов жеңіл шарапқа ернін сәл тигізді де басқа тағамнан қол созбай отырып қалды. Соны байқаған сұңғыла ақылды адам Кобозев: жолдастар, бұл дастархан менің Түркістанға келу құрметім емес, Орынбор тығыны атылғаны үшін, Орынбор майданында жеңіске жеткеніміздің құрметіне деп бағалайық. Жеңіс құтты болсын, жолдастар, деп әңгімені әсерлендіріп жіберді. Ендігі жерде орталық пен Түркістан арасында тығыз байланыс орнайды. Көп кешікпей Фрунзе бастаған майдан Түркістанды жаудан мүлде тазартады. Енді басмашылар да, ағылшындар да, атамандар да бізге аса қауіпті емес. Ендігі қауіп аштықпен арпалыс. Егер сіздер айып көрмесеңіздер, мына дастархан үстіндегі мол тағамды аш балаларға үлестіріп берейік. Меніңше, Рысқұлов жолдас та осында қалайды. Рысқұлов әрине қалайды. Рысқұлов онсыз да. Адамдар аштан қырылып жатқанда тамақтарыңның бұл дәм қалай өтеді, найсаптар, деп айқай салуға әрең шыдап отырған. Наташаға қосылу тойын өткізе алмайтыны сондықтан мұны Наташа да түсінген. Тұңғышымыз болғанда екі тойды біріктіріп өткіземіз дегенде өзі Рысқұловты құшақтап тұрып. Тұңғышымыз туғанда жер жарылқап, ел тойынып, жаңа туды желбіретіп, береке кірсе, алыс жақын, ағайын туған, жора жолдастардың бәрін шақырып той жасаймыз, жұлдызым, деді Рысқұлов ұйқылы келіншектің үлбіреген ақ тамағын иіскелеп. Наташа оянып кетіп, көзін кең ашып, күйеуіне таңдана қарап, кенет атластай жұп-жұмсақ қос білегін Рысқұловтың мойнына қапсыра құшақтап, қатты қысып бауырына тартты. Бірақ тез сытылып, шымылдық міндетін атқарып тұрған ақ сейсепті түртіп, арғы ірге жаққа қарап жатты да, жоқ, деп шошынып айқайлап жіберді. Не? Деп Рысқұлов та атып тұрды. Баланың жатқан орны бос екен. Артур, деп дауыстады Рысқұлов. Жауап болмады. Жар дегенде жалғыз қайның, деді Рысқұлов. Сенің бала кезіңнен аумайды. Сол сенің өзің шығарсың, тұрар. Біресе бала болып кетіп, біресе есейіп көрінетін шығарсың сен. Қорқамын, деді Наташа. Қайдағыны айтпа, деп күлді Рысқұлов. Далаға шыққан шығар. Кушекин көмекшісіне Успенскийді шақыруды бұйырды. Эсер Успенский турцик председателінің орынбасарларының бірі, әрі ерекше бөлімнің бастығы болатын. Көп күттірмей-ақ Кушекиннің кабинетіне сұңғақ бойлы, бір аяғын шамалы сылтып басатын, селдіреген бурыл шашын жылмита қайырған, ақ сұр
түсі суық кісі жорта жымиып «Ассалаумағалейкум» деп кіріп келді. Тіпті еуропалықтардың өзіне әдейілеп мұсылманша амандасушы еді. Бұған сәлемші де, сәлем қабылдаушылар да мәз болып күліп қалатын. Бұл жолы Кушекин ләм-мим деместен қызыл шекелі радиограмма қағазын қолына ұсына берді. Онда «Срочная правительственная» деген жазуға Успенскийдің көзі алдымен түсті. Бір рет тексті түгел желдірте қарап өтті де басынан бастап қайтадан әр сөзіне қадалып тағы оқып шықты. Радиограммада коммунистердің орталық комитеті Түркістан Республикасы Советтерінің орталық атқару комитетіне және коммунистердің өлкелік комитетіне мынаны хабарлайды. 7-ші съезд қабылдаған коммунистік партияның программасы негізінде жұмысшы шаруалар комитетінің шығыстағы саясатының мүдделеріне сай партияда бар жоғына қарамай жұмысшы мұсылман ұйымдарының ұсыныстарын бойынша Түркістанның жергілікті халықтарының өкілдерін халық санына қарай мейлінше тепе-теңдік сақтап мемлекет басқару ісіне тарту керек. Өлкелік мұсылман ұйымдарының келісімінсіз мұсылман қауымының мал-мүлкін реквизициялау тыйылсын. Ұлттар араздығын тудыратын әрекеттерден аулақ болыңыздар. Түркістанның алдыңғы қатарлы революциялық кадрлары, орыс пролетариаты өзінің революциялық парызын өтейді. Орталық үкімет белгіленген шараларды іске асыруға бар мүмкіндікті пайдаланады. Оларды жүзеге асыру жолындағы қиындықтарды жеңіп шығады деп сенеміз. Осы тапсырмалардың орындалу барысы партияның орталық комитетіне хабарлансын. Ленин, Сталин. Радиограмманы сіз екеумізден басқа ешкім оқыған жоқ, деді Кушекин, өзі қолын алдына салып тұқшиып отырған күйі. Ал мұндағы жағдайларды Рысқұлов пен Кобозев талап етіп жүргені қашан? Орталық комитеттің бұл документті Түркістанға арнайы жолдауына қарағанда Рысқұлов Кобозевтердің әрекеті болуы да мүмкін. Сірә хат түсірген болар. Кобозев көпе-көрнеу теріс жолда Рысқұловтың жетегінде кетті. Бұл екеуін қалайша сүріндіруге болады? Екеуіне де құтылған жөн. Қандай кеңес айтасыз? Радиограмманы әзір жарияламай қоя тұру керек. Жарияласақ Рысқұлов та, Кобозев те жалынан ұстатпай кетеді. Бұларға ең дұрысы ауыр айыптар тағу керек те, радиограмманы содан кейін жариялау керек, деді Успенский қысылмай, қымтырылмай. Ол айыптарды сіз көз алдыңызға қалай елестетесіз? Деп Кушекин көздері майқабақ астымен сызаттана жылт етіп басын көтерді. Менде біраз материал бар, деді Успенский, астыңғы ернін саусағымен шұқылап тұрып. Рысқұловтың бұрынғы Ояз Колосовскийдің қызына үйленгенін білетін шығарсыз? Иә, бұл таптық позицияның шатқаяқтап тұрған шағы. Сол әйелдің бөле ағасы кешегі Осипов оқиғасының бел ортасында жүрген Приходько деген бұрынғы ротмистр қазір түрмеде отыр. Рысқұлов өзінің қайын енесіне
яғни патшаның Черняев уезіндегі бұрынғы бастығының әйелі Манкент учаскесінен жер бергізген. Бұл қалай ұнайды сізге? Түсінесіз бе, бұрынғы Ояз Колосовскийдің әйеліне, ал генерал Колосовский Ашхабад бүлігіне қатысты емес пе? Кушекин қуанғаннан екі алақанын былқ еткізіп бір-біріне соқты да бірін-біріне үйкелеп отырып орнынан түрегелді. Жанарына ұшқын пайда болды. Успенскийдің жанына барды. Успенскиймен бой теңестіріп қатар тұру Кушекинге тиімді емес еді. Қасы мен кірпігі ақ көбелек шошып ұшқандай жалп ете қалып, «Успенский, сіз данасыз» деді. Түк те даналығы жоқ, кәдімгі жұмыс. Қойыңыз, қарапайымдылық тек қайшыларға жарасқан, тым қарапайым бола бермеңіз. Ал енді мынаны тыңдаңыз. Әлгі ротмистр Приходько түрмеден қашатын болсын, оған Рысқұлов ықпал еткен болсын, бұл бір. Айтпақшы, осы Рысқұловтың туыстары қай уезде көп? Рысқұловтың туыстары барлық жерде де бар. Ал дәлірек айтсақ, Черняев, яғни Шымкент уезінің Маликент болысында әкесі туған, Верный губерниясында өзі туған, Әулиеата уезінің меркесінде оқыған, Әулиеата уездік атқару комитетінің председателі болған. Ол белгілі, негізі сонда Шымкент Сайрам жағында болды ғой. Түлкібас Маликент болысы, дәлірек айтсақ. Айтпақшы, сол Маликент болысында Рысқұловтың жақындарының біреуін сайлаттыруға болмас па екен? Байқап көріңізші, бұл екі. Неге болмасын? Болдырамыз. Міне, осы екі тапсырма орындалса, ар жағын қарап жатамыз. Успенский. Сонымен радиограмма әзірше жарияланбайды. Есіңізде болсын, оқыған екеуміз ғана, сыбыс шығып кетіп жүрмесін. Мұндағы құзғын құлақтан лезде тарап кететінін білесіз ғой. Сау болыңыз, Успенский, жолыңыз болсын. Кушекиннің топ-толық тырбық саусақтары Успенскийдің салалы қолына көміліп көрінбей кетті. Успенский оның былқылдақ қолын қаттырақ қысты. Құрметті оқырман, осы оқиғалардың жалғасын тыңдағыларыңыз келсе, менің арнама тіркеліп, лайк басып, қолдау білдіріп, пікір жазып кетулеріңізді сұранамын. Тыңдағандарыңыз үшін көп рахмет.